Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін сіздермен асқабақтан өте жұмсақ болып шығатын үй жағдайында нан дайындайтын боламыз. Видеомды сонына дейін көріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай, ортасы да сап-сары болып, жұмсақ болып шығатын болады. Ол үшін ең алдымен асқабағымызды уақтап туралап алатын боламыз видеодағыдай. Егер сіздерде блендер болса, үлкен көлемде турап сала берсеңіздер де болады. Туралап болғаннан кейін ыдысымызға салып, оның үстіне суын құйып, газге қойып 15 минуттың шамасында қайнатып алатын боламыз. 15 минут өтті. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ болып пісіп қалды. Блендердің көмегімен өткізіп алатын боламыз. Енді осы жылы күйінде кішкене суығаннан соң үстіне бір қасық дрожжымызды салып, жақсылап араластырып қойып қоятын боламыз. Ашытқымыз реакцияға түсуі қажет. Енді үлкендеу өзге ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды салып, оның үстіне жарты шай қасықпен тұзымызды, бір ас қасық қантымызды салып аламыз. Және қаймақ пен сары майды салу маңызды емес, егер болмаса салмасаңыздар да болады. Осының үстіне дайындап қойған массамызды, асқабағымызды яғни қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Біркелкі масса болғаннан кейін алдын ала електен өткізіп қойған ұнымызды қосып, қолымызбен жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Қабақ біздің денсаулығымызға өте маңызды, өте пайдалы дәрумен береді. Сондықтан да балдарыңызға осылай дайындап көрсеңіздер болады. Мінекей біздің жұмсақ болған қамырымыз дайын болды. Бетін жауып 30 минутқа қойып қоятын боламыз. 30 минут өткеннен соң қамырымыз 2 есеге ұлғайып көбейетін болады. Сол қамырымызды алып, жұмыс жасай бастайтын боламыз. Астына ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Достар, менің қазақша контентті каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Мен үшін өте маңызды. Алдын ала рахметімді айтамын. Өте жұқа қылмай, оқтаудың көмегімен бауырсаққа жазғандай етіп, қамырымызды жазып алатын боламыз. Жазып болғаннан соң видеодағыдай бір шетінен бастап кесіп шығыңыздар пышақтың көмегімен. Дәл видеодағыдай орап шығыңыздар. Өте керемет болып шығары сөзсіз. Сіздер де осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Қамырымыз аяқталғанша айналдырып орай беретін боламыз. Енді табамыздың астын майлай отырып, қамырымызды салып, үстінен басып шығамыз. Бетін жауып, тағы да 10 минутқа қойып алатын боламыз. Неке бізде 10 минут өтті. 10 минуттан соң үстіне жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүтімізді құйып, жақсылап араластырып, бетіне жағып шығатын боламыз. Мен осы асқабақтың дәнін алдын ала кептіріп, шағып, дайындап қойған болатынмын. Соны бетіне сеуіп шықтым. Олай жасамасаңыздар да болады. Асқабақтан дайындалған нан болғандықтан бетіне сеуіп қоюды жөн көрдім. Енді осыны 180 градуста 30 минуттың шамасында пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің нанымыз дайын болды. Сап-сары болып, өте керемет болып шыққан. Дәмі де ерекше болып тұрады, достар. Сіздер де дайындап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге алғысымды білдіремін. Келесі видеомда жолыққанша мені жоғалтып алмас үшін тіркеліп, жанындағы колокольчик белгісін басып қойсаңыздар, күнделікті видеомды көріп отыратын боласыздар.